Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Әлеуметтік саясаттану білім модулі бойынша дәрісімізді одан әрі жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде әлеуметтік қоғамда болып жатқан пікірталастар бойынша 20 ғасырдың ойшылдары Туреннің, Тофлер сияқты ойшылдардың қоғам туралы, қоғамдағы өзгерістер туралы, құрылымы туралы, алдағы футурологиялық көзқарастар жайында біз қарастырған болатынбыз. Сол сияқты классикалық социологтардың да еңбектерін, қоғамның өзгерісі, қоғамның дамуына арналған шығармаларға мән берген болатынбыз. Енді дәрісімізді одан әрі жалғастыратын болсақ, жалпы жаңа парадигма әлеуметтік ғылым туралы классикалық көзқарасқа сүйенеді. Екі маңызды құрамдас бөлік ғылымға деген көзқарасты түбегейлі өзгертті. 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап әдісті, теорияны, сонымен қатар зерттеушінің өзінің белсенді позициясын, оның адамгершілік ұстанымын, ақыл ойын немесе соқыр нанымдарын ғылыми білудің қорытындысына әсер ету жиі таңылды. Нәтижесінде классикалық түрдегі білім әрине объективті күмән тудырды. Әлеуметтік өзгерістерге қатысты тұрақты емес әлеуметтанудың бұл айқын позициясын Гидденс білдірді. Зерттеушінің де жеткілікті икемдүү болуы тиіс, қолданылатын теориялық тәсілдерге қатысты ойламауы тиіс, және ол зерттейтін шындықты өзінің мүдделеріне сәйкес әлеуметтік өзгерістерді жүзеге асыратын, әлеуметтік субъектінің, индивидтердің, қоғамдық топтардың, қозғалыстардың рөлі шешуші ретінде танылады. Әлеуметтік субъект өзінің белсенділігімен қоғамдық құрылымдарды, қоғамдық топтардың мүдделеріне бейімдейді. Басқа әлеуметтік субъектілермен ымыраға келеді, немесе олармен қарсы күреседі. Біздің алдымызда экономикалық және әлеуметтік мәдени жеке дара факторларға қатаң тәуелді емес. Олармен белсенді түрде өзара іс-қимыл жасайды. Гидденс постклассикалық парадигманың басқа өкілдері сияқты эволюционистерге сыни түрде қарайды. Қоғамның бейімделу деңгейін арттыратын әлеуметтік дамудың аналогиясын орынды емес. Ол Спенсердің Парсонсқа дейін бекітілгендей қоғамның күрделілік деңгейі, әлеуметтік жүйелердің дифференциациялануы сияқты прогреске деген күмәнданады. Әлеуметтік өзгерістерді ортаның, экономиканың, мәдениеттің, саяси институттардың өзгерістеріне әсер ететін көп факторлы процесс ретінде қарастырады. Әлеуметтік тарихи процестің әртүрлі эпизодтарында бұл факторлар әртүрлі мәнге ие болады. Бұл әлеуметтік өзгерістерді әлеуметтік талдаудың негізгі объектісін құрауы тиіс. Жаңа тәсілдің өкілдері олардың зерттеулерінде постклассикалық, постмодернистік парадигма ретінде жіктейді. Өйткені олар модерн сынына және қызметтік тәсіл модернизациясына қосқан. Шын мәнінде олар модернистік тұжырымдамаларды қолдануды жалғастыруда. Бұл дәстүрлі патриархалдық дамымаған қоғамдардан қазіргі заманғы либералдық дамыған қоғамдарға қоғамдық дамудың жалғыз траекториясының болу туралы модерннің
бастапқы алғы шарты сақталатынын білдіреді. Әлеуметтік өзгерістердің классикалық, модернистік және постклассикалық, постмодернистік тұжырымдамаларына балама ретінде бір жағынан социологияда өркениеттік көзқарас идеяларын дамытатын көптеген модерн тұжырымдамасы және институционалдық матрицалар тұжырымдамасы әрекет етеді. Революцияларды зерттеуде екі тәсіл бар. Олардың бірін модернистік, ол ең алдымен батыс ғылымына тән, сыртқы парадоксальдыққа қарамастан тәсіл революциялық әлеуметтік өзгерістерді талдауға эволюциялық деп атауға болады. Кейбір зерттеушілер осы көзқарасты жан-жақты дамытады. Модернистік көзқарас шеңберінде әзірленген революциялық әлеуметтік өзгерістердің қазіргі заманға тұжырымдамалардың көпшігі 1789 жылғы француз революциясының оқиғаларын Маркспен бағалау мен түсіндіруге негізделген. Революциялардың маркстік теориясы қоғамның экономикалық және саяси ұйымындағы түбегейлі өзгерістерге, әлеуметтік өмірдің негізгі нысандарының өзгеруіне назар аударады. Маркс революциясынан бастап осы қоғамның сипатын өзгертуге әкелетін негізгі аспектілерде қоғамның түбегейлі өзгеруі деп түсініледі. Бүгінде зерттеушілердің басым көпшілігі революциялар әлеуметтік тәртіптің негізін қозғайтын іргелі, жан-жақты, көп өлшемді өзгерістерге алып келеді. Құрметті тыңдаушылар, біз осымен қоғамдағы өзгерістер тақырыбына арналған дәрісімізді тәмамдаймыз. Келесі дәрісте осы эволюциялық өзгерістерді қазіргі заман туралы пікірталастар турасындағы дәрісімізді келесі дәрісімізде қорытындылайтын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.